Ассаламу алейкум, қазақтар. Үшінші бөлім. Егер баланы қорлап, бала кезінен тыртықтанса, онда бұл бала әлсіз және шешілмей өседі. Егер балалық шақта ұстаздар мен ата-аналар ол баланы көрметтемесе, онда ол өскенде өзін өзі көрмете алмайды. Сондай бұл бала әлсіз, шешімсіз болып өсіп, өзінің әлсіздер оның әйелі мен балаларын ұрып соғуға кіріседі. Алдана ата-бабаларымыз қандай болды? Біздің ата-бабаларымыз қалай істеді? Мысалы, мен 6-7 жасымда менің әжем маған әлеке үндеу тастады. Әлеке, мен Әли атым, Әлеке деп айтқан. Бір кездері әжем мен пойызбен жүргенде оянып таңертең. Мен әжем маған тайғақ тапышқа жүгіріп алып әкелді. Мен асығыс сезіндім. Мен әжеме айттым, қойыңызшы әже, ұят болды әже, бәрі көріп отыр ғой. Мен өзім сізге тайғақ әкеп берем, бәрі істеп. Әжем айтты маған жауап берді. Әлеке, сен жігітсің, өсесің, отаныңды қорғайсың, отбасына қамқорлық жасайсың. Аға буын еркекке деген сенім мен өзін өзі көрметтеуді осылай тәрбиелеп шығарды. Менің әжем Алматыға келгенде, сол кезде мына Алматыда қалада қазақтар аз болған. Әжем алыстан қазақ еркекті көргенде одан садақтап сәлем бере бастаған. Мен әжеме сұрадым, мына жігіт сіздің 2 есе кішірек, сізде уже 75, ана жігіт 30-35 жас. Әжем маған жауап берген. Жоқ, балам, ол қазақ еркек, көрметтеу керек. Бір кездері мен дүкеннен сүрендеп жүрдік біз. Әжем қазақтың еркегі артынан шығып бара жатқанын көрді. Әжем тоқтап, осы қысы алға өткізді. Ол маған айтты, әжем, мен ер адамның озып шыға алмаймын. Мінеки, әжем айтты. Қазақ әйелдерінің аға буыны ерлерге көрметтеп бала кезінен тәрбиеленді. Сондықтан қазақтар бұрын сонды ажыраспаған, ер адам бұрын сонды әйеліне қарсы қол көтермеген. Сондықтан қазақ ерлері өздерінің отбасы мен халқы алдындағы барлық жауапкершілігін түсінді. Қазір көптеген қазақ қыздары некеде тұрмайтынына шағымданады. Өкінішке орай, бұл үшін кейбір қазақ қыздары өзі кінәлі. Кейбір қыздар түнгі клубтарға барып, ішімдік ішеді. Мінеки, әйелдердің кеудесіне силикон кірістіру кейбір кездеседі. Сол кезде бұл әйел өз баласын қалай емізеді? Түсінбеймін вообще. Мен институттардан бірінің жанында жиі жүремін. Мен институт жанында тұрған және темекі шегетін қыздарын қазақ қыздары үнемі көріп келемін. Вообще қазір қызық, мына қазақ жігіттер көптеген темекі шекпейді, спортпен айналысады. Қазақ қыздар көптеген шегеді. Бұрын керісінше болды. Бір күні мен енді тұра алмадым және темекі шегетін қызға жақындадым, бардым. Мен оған айттым, қызым, сен болашақта тұрмысқа шығып, бала туатынын айттым. Аузын темекін туыншықтарды тұрады. Сәбиді осы еріндермен қалай киіп жүресің, қызым? Мына қыз маған орысша жауап берді.
Какое ваше дело? Солай деп жауап берді. Білмеймін, осындай жастар өседі. Егер біз болмасақ, аға буын, сонда қазақ жастарымызды кім үйретеді? Назарыңызға рахмет, маған жазылыңыз, лайк басыңыз, түсініктемелерді жазыңыз. Сау болыңыз. Рахмет.